Мінез, әрекет, эмоция және сенімдер жайлы түсініктеме. Сенім қалыптасқан қағида, ол тәндегі сезім арқылы пайда болады. Жан сақтау сезімдері түрлі эмоцияларға, яғни ойларға және сенімдерге апарады. Тәжірибелік тапсырма: жағымсыз эмоцияға сәйкес келетін жағдайды сенім мен сезімді сезініңіз. Мен ұсынған төмендегі тізімді пайдаланыңыз, немесе өзіңіз зерттеп көріңіз. Сезімдер және сенімдер. Ұялшақтық сезімі, алдыға шыға бермеу керек сенім. Жалқаулық сезімі, кейін істеп аламын деген сенім. Еңсесі түсу сезімі, менің қолымнан ештеңе келмейді деген сенім. Тәкаппарлық сезімі, мен басқаларға қарағанда ерекшемін деген сенім. Сенімсіздік сезімі, менің қолымнан келмейді деген сенім. Уайым сезімі, ештеңе өзгермейді, түзелмейді деген сенім. Қайғы сезімі, өмір осымен бітті, енді қызық жоқ деген сенім. Өзін құрбан сезіну, адамдар жауыз, біреуді пайдаланып кетуге дайын тұрады деген сенім. Ашу сезімі, менің айтқанымдай болу керек деген сенім. Үрей сезімі, белгісіз жағдай қауіпті, әрқашан байқап жүру керекпін деген сенім. Өзін төмен сезіну, менің бойымда ешқандай жақсы қасиет жоқ деген сенім. Қорқу сезімі, пәле аяқ астынан сақтанып жүру керек деген сенім. Сараңдық сезімі, қиын жағдай болуы мүмкін, дүние жинап, қор жинау керек деген сенім. Ұялу сезімі, алға шыға бермеу керек, ел жаман ойлап қалады, масқара боламын деген сенім. Адамдарды жек көру сезімі, адам адамға жау, бәрін пайдалану керек деген сенім. Қызғану сезімі, мен үнемі елдің алды болуы керек деген сенім. Өткенге өкіну сезімі, өткендегі мүмкіншіліктер қайтып келе бермейді деген сенім. Сынау, критицизм сезімі, менікі дұрыс, басқалардікі қате деген сенім. Өзін кінәлі сезіну, мен нашар адаммын, көп нәрсені дұрыс жасамаймын деген сенім. Басқаларды кінәлау сезімі, бәрі маған кедергі жасап, жолымды кесіп тұрады деген сенім. Азап сезімі, мен қатты қиналып кеттім, бұдан асқан қиындық жоқ деген сенім. Өмірден төгілу сезімі, бұл істен бәрібір ештеңе шықпайды деген сенім. Мазасыздық сезім, байқап жүрмесе пәле аяқ астынан деген сенім. Депрессия сезімі, енді қайтып орнына келмейді, армандар орындала бермейді деген сенім. Бірдеңе жетіспей тұру сезімі, өмір өткінші, бәрін көріп ұстап қалу керек деген сенім. Көре алмаушылық сезімі, өмір талас, озуға тырысу керек деген сенім. Бақылаушы сезімі, барлық жағдай менің бақылауымда болу қажет сенімі. Билік құмар сезімі, кез келген жағдайды түсініп, сараптап отыру керек сенім. Өзін аяу сезімі, шағымдансаң көмектеседі, жыламаған балаға емшек бермейді деген сенім. Мойындамау сезімі, кінә менде емес, басқаларда деген сенім. Қорқыныш сезімі, түймедейді түйедей қылу. Мақтаншақтық сезімі, басқаларды мойындату керек деген сенім. Санасу сезімі, бәрін өзі істей берме, басқалар не жасайды деген сенім. Сізді қандай да бір сезімге апаратын барлық ойларды, сенімдерді түсіну немесе еске түсіру керек. Бұл эмоция арқылы сіздің әрекетіңізді анықтайтын сенім қандай күйде болады. Осыны саралап көріңіз.